Сәлем достар, бүгін біз міне қоғамдық бақылаудың бір түрі әлеуметтік нысанға яғни жолға келіп жатырмыз. Бұл Подстепныйдан Ресей шекарасына дейінгі баяғы Ақсайдың жолы ғой, бұл айтқанда баяғыдан бері быт-шыт болып келе жатқан. Соған енді үкіметтен Қазавтожолдан ақша бөлініп, соның мына бір учаскесін ДСК приоритет компаниясы ұтып алған. Бүгін соған келіп жолдың жасалуын қарап жатырмыз. Жарас, өзіңізді қысқаша таныстырып, аты-жөніңізді айтып, сосын жалпы бұл статистикасын айтып өтсеңіз. Яғни жолдың километражы қанша ақша бөлінді, қашан бастадыңыздар, қашан аяқтайсыздар, сол туралы. Мен есімім Жарас Сәрсекович болады, осы директор орынбасары ДСК приоритеттің. Енді бізде ұзындығы 34 километр, қазіргі уақытта 34 километрдің нижний слой бітіп тұр, КЗ асфальт. Енді менің конструктивін айта кетсек, асфальт жолдың земляной полотно жаңадан грунт салынады, упатып жүреді, содан кейін ПГС 15 сантиметр. ПГС-тен кейін нижний слой основание дейді, ПГС цементпен араласып 8% цемент и ПГС 14 сантиметр. Содан кейін ШПЦС, цемент, щебень, ПГС, битумная эмульсия араластырып, тоже ГСУ данышылы. Жаңа көргендей бізде мына жерде 10 километр жерде орналасқан базамыз бар, асфальтный завод, грунтосмесительная установка. Сонан әкеліп осында салынады. Содан кейін 10 сантиметр крупнозернистый асфальтный бетон. Асфальттың өзі. Бұл енді 6-шы қабат ол дейін, да? Асфальтный бетон 10 сантиметр. Соның үстінен жаңағы мына қазір бастап отырған 5 сантиметр шыма. Полимер шыма 5 сантиметр. Но соңғы несі қабаты. Бұны қазір сонда катоктар таптап жатыр, мені келе жатыр ғой, төртеуі. Ол неше рет өту керек сол? Бір слетпен 8 рет өту керек. Бір жолдан 8 рет. 10 тонналық па? Мына жерде жүріп жатқан 10 тонналық, 12 тонналық, соңғы артынан 12 тоннылықпен докат жасайды. Ертең оған көрсетші, мына асфальт төсейтін техника ғой. Асфальт құятын. Ертең оған көрсетші, асфальт құятын енді. Қашан бітіресіздер, Жарас? Қазір таманда енді верхний слой бастап көттік. Мына жерде бізде не бар? Қазір жолда көресіз, развязка Ақсайға. Ол новыйдан салынған развязка. Тіке Оралға неге бұрылатын несі бар. И жолда мост бар, соның қазір 45% бітіп тұр. Бұл мына асфальт қазіргі салынып жатқан соңғы жоғары қабаты ма? Соңғы 6-шы қабаты осы, иә? Жалпы сіздерге мына 6 қабатты сізден айтып беріңіз, 6 қабаттан тұрады. Енді бұл сіз технология бойынша айтып жатқаныңыз. Яғни бұл республикалық жол, республикалық маңызы бар, бұл шетелге апаратын. Сіз енді гарантия неше жылға бересіздер бұл жолға? 5 жылға гарантия. 5 жылға? Ал енді сіздерде енді көрейік, 1 жылдан кейін 25-те аяқтайтын, 25-26-да енді 5 жыл деп тұр, яғни 24-29-да бітеді екен. Ал шұңқыр тесіктер қайдан пайда болады, соны айтыңызшы. Осылай бәрі жасап атады, әдемі болады. Бұл енді проектке байланысты ғой. Қай жолдың өзінің несіне тех задание беріледі ғой. Сол тех задание. Материалдан емес па, инертті материалдардан? Инертті материал бәрімізде бір-бірінде. Шебенкі шамалы шығар. Ақтөбеден келеді ғой. Ақтөбеден келеді ғой бізде. Әлсіз шығар битумның мысалы жабысқақтығы. Цемент мүмкін. Одан айтылмайды. Жақсы, Жәке, рахмет. Бұл енді құрметті достар, сіздерге көрсетіп жатқан жалпы түсіріліміз. Бұл асфальттың жаңа жасалып жатқан жағдайы. Мына ДСК приоритеттің директорының техникалық орынбасары Жарас айтып бергенде, бұл 6 қабаттан тұрады екен. Және де бұл қоғамдық бақылау біз үшін өте керемет. Өйткені уақыт өте келе біз бұның қандай сапада жасалған көрдік, және қандай сапада енді болатын алда болашақта көретін боламыз. Сондықтан да келесі жылы кездескенше онда.